Форум жұмысы білім беру ұйымдарының көрмелерін тамашалаумен басталды. Көпшіліктің назарына оқу ісіндегі жетістіктер паш етілді. Бұл шараға Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Қостанай және Қарағанды облыстарының әр салада еңбектеніп жүрген жас мамандары, жастар ресурстық орталықтарының басшылары, жас кәсіпкерлер қатысты. Тұңғыш рет өткізілген жиын жас буын өкілдеріне ортақ мәселелерді шешуді көздейді. Біздің елдің саясатын білесіздер. Әр мемлекеттің болашағы көбінесе осы жастарға байланысты. Соның ішінде жас мамандарға байланысты. Сондықтан Қазақстан елі жас мемлекет болса да, осы жастармен жұмыс, жалпы мамандарды дайындау үшін соған ерекше назар аударып отыр. Қоғамдағы жастардың рөлі жыл өткен сайын артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Ғылым мен білім, өнер саласында жетістікке жеткендерден өзге мемлекеттік қызметте, саясатта да көш бастаған жастар көп. Бүгінде Ақтөбе облыс тұрғындарының 26,16% жастар. Соңғы жылдары 374 жас маман дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауыл аймаққа жолдама алды. Биыл 4000 адамды жастар тәжірибесімен қамту көзделген. Ал болашақ бағдарламасы қабылданғалы бері 350 жас іргелі оқу орындарында білім алған. Бүгінгі күні жас мамандарды жалпы ортаға қоғамға бейімдеп тәрбиелеу бағытында мемлекет тарапынан көптеген мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. Бүгінгі шараның да негізі өзікте алға қойып жатқан мақсаты да осы. Жалпы жастарымызды қоғамдағы әртүрлі саладағы мамандарға бейімдеп дайындау. Форумға 300-ден астам жас маман қатысты. Солардың бірі Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласынан келген Жадыра Шалабаева. Ол көрші өңірлердің жастарына бір-бірімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін осындай жиын үшін алғысын жеткізді. Жуырда Маңғыстау жастарының идеясымен рухани жаңғыру жастар керуен акциясы ұйымдастырылған. Олар 56 елді мекенді аралап, эстафетаны Батыс Қазақстан облысына табыстапты. Жастар қоғамның қозғаушы күші, сонымен қатар елбасының өзі әрбір сөзінде, әрбір жолдауында, тіпті мақаласының өзінде, кешегі бізге жолдаған болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының өзінде жастарға үнемі арнайы блог арнап отырады. Бұл тектен тек емес, өйткені болашақтың тізгінін ұстаушы бүгінгі жастарға артар үміт көп. Шара аясында әртүрлі тақырыптағы тренингтер, кездесулер ұйымдастырылды. Еліміздегі еріктілер қозғалысын дамыту, жастар арасында кәсіпкерлікті өркендету, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс және өзге де тақырыптар қатысушылардың қызығушылығын туғызды. Жастардың көбі студенттерде бос уақыт көп болады. Сол бос уақытты тиімді және пайдалы өткізу үшін, яғни ерікті болып жүру өздеріне де дамуына өте үлкен үлес қосады деп есептейміз біздер. Және де қазір барлық әлемде көптеген дамыған елдерде еріктілер болып көп жастар жұмыс атқарады. Қазір тіпті үлкен адамдарда үлкен алтын немесе күміс еріктілер деп аталады. Сондықтан осы жастардың уақытын өткізу арқылы пайдалы. Форумға қатысушылар мұндай кездесудің маңыздылығын атап өтті. Әрі өңірден келген жастарға көркейіп келе жатқан Ақтөбенің жаңа ғимараттары таныстырылды. Форум концерттік бағдарламаға ұласып, сертификаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.